Türkistan İndüstri Pedagogik Koleji'nin arnayı fen okutuvchisi İlyasov Zayniddin Hakimjanovic. Sizlerмен bugün avtokolik kurulum planı boyunca endi şatunu mexanizminin kurulma жұмысы taqribi boyunca sababını жалғастырамыз. Endi şatunu mexanizm sizlerмен өткенде қозғалыстарды үш бөліктен тұрады деп бөлеміз. Қозғалыстар үш бөліктен соны арнайы слайд арқылы көреміз, одан кейін сіздермен тікелей өзімен де толтырамыз. Қазір слайд бойынша танысқанда ең шатын механизм құрылымы бойынша ең шатын механизм қозғалыстар үш бөліктен тұратын болса, соның ең шатын механизмі оның бір бөлігі еді. Мына жерде аш көк түспен көрсеткен орындардың барлығы енді бірліктің тірек мойындары деп айтылады. Тірек мойындар. Алған қызыл түсті қоңыр түсті бұлар ең өзінің ішінде. Ал мына жерде жасыл түстегілеріміз бар шатундар, көк түстегілеріміз поршындар. Бұл төрт цилиндр қозғалғыштың поршындары және шатундары жаңағы енді бөлігі. Олар анимациялық жағдай бойынша көретін болсаңыздар, қазір анимациялық жағдай бойынша көретін болсақ, орналасқан цилиндр блогы, оның цилиндр блогының асыл жағынан көріп тұрса сіздер енді біліктің бекіткен орындары, тірек мойындары арқылы бекіткен орындары барлығы, мына тірек мойынның қақпақтары, міне енді біліктен шату поршындармен бірге өзі құрып шыққандар. Бұл жерде қайталайтын тірек мойындары, ал шату бекітіп тұрған орындардың барлығы шату мойындары айтылады. Шатуымыз мына, мынау поршын саусағы, поршынмен шатуымды жалғастырып, енді біліктен поршын саусақтары. Мына енді біліктен таза өзімен тірек енді шату мойындары. Шату мойындары. Мына тірек мойындары, тірек енді біліктен шату мойындары. Олар бекітілді. Мыналарымыз көрсетілгенде үшбектер шатун мойындары, шатундардың қақпақтары арқылы шатундан өзі бөлектері алады. Шатун қақпағы мен шатқа бөлігі. Шатундар қақпағы, шатун бөлігі. Мыналар ана үшбектер. Мына шатун саусағынан бөліктеліп, поршындардың өзі бөлек алынды. Мына жердегілер поршынның сақиналары болып айтылады. Зығыздағы сақинасы және майсылды сақиналары. Жоғарыдағы екі ғызағыз, астындағы майсылды сақиналар болып бөлінеді. Кешегі өткен сабағымызда қозғалыстардың құрылымымен жұмыс туралы өткенбіз. Сол қозғалыстардың құрылымымен жұмыс өткен кезде қозғалысты үш бөліктен тұрады дегенбіз. Қандай бөліктерден кім айтады? Мен болам. Айтыңыз. Цилиндрлер басы, цилиндр блогының басы, цилиндр блогы и картер. Дұрыс айтыңыз, картер болды. Және оларды біз механизмдермен және жүйелерге бөлгенбіз. Қандай механизмдер туралы кім айтады? Айтыңыз. Газ тарату механизмі енді шатун механизмі, қоректендіру жүйесі, майлау жүйесі, салқындату жүйесі және отату жүйесі. Дұрыс, отырыңыз. Жақсы. Міне сол жүйелердің ішінде бүгінгі өтетін жүйеміз енді шатунды механизмнің құрылымымен жұмыс өтеміз. Сіздермен. Енді шатун механизмнің құрылымы нелерден тұрады? Поршын, яғни көп цилиндр болатын болса, поршындар тобынан. Шатун, яғни бірнеше цилиндр болса, шатундар тобынан, және енділіктер тобынан, және механиктен тұрады. Түсінікті ме жоқ па? Олардың әр қайсысы өзі мұқият атқаратын жұмыстары бар. Олардан атқаратын жұмыстары бар. Оның поршынға келетін болсақ, поршын қозғалғыштың цилиндр ішінде, қазір сізде көріп тұрған мына цилиндр ішінде тура сызықты қозғалыс жасай алып, жану ұлғаю процесі кезінде алған газ қысымының күшімен шатун арқылы енді білікті айналмалы қозғалысы кетіреді. Бұл дегеніміз тоғыр сызықты қозғалыс енді білікке келіп айналмалы қозғалысы ауыстырады. Поршын алюминнен жасалады, алюмин қоспасынан. Оған етек жағында
arnay sawsak, ona sawsak şatымен biriktirетін sawsak orlar үшін жасалған орны бар. Және нығыздау үшін сақиналар орнатылған. Олар сақиналар нығыздақ сақиналардан екі түрлі болады дағы, біреуі май сыдырғыш, екіншісі нығыздақ, яғни компрессионный, массасионный деп айтылады. Басқа тілмен айтқанда. Атқаратын жұмысы цилиндр ішінде неғұрлым саңылауды сақтау үшін сақиналар, яғни поршындар соған арнайы жасалған болып келеді. Шатунға келетін болса, шатун поршын мен енді біліктен шатун бойыны біріктіру арқылы, жалғастыру арқылы жұмысын атқарады дағы. Поршындан алған күшті шатун арқылы енді білігіне бойына береді. Ал қажет болған кезде енді біліктен шатун арқылы поршынға күш беріліп отырады. Шатунның екі басы болады. Екі басында да арнайы ішпектермен, яғни подшипник деп айтсақ та болады, ішпектермен арнайы жасалған. Ол ішпектердің жасалу себебі қазір мен сіздерге көрсетейін. Шатунда арнайы бекіту болттарымен, бұрандалармен және шатунның төменгі айрық жасалған жері. Ол айрық жасалған себебі шатун бойына арнайы отыру үшін жасалған. Және оны мұқият тұру үшін, бекіту үшін арнайы қапқақша жасалған. Бұлар шатун қапқақ деп айтылады. Олар бірмен-бір ауысып кетуге рұқсат етілмейді, мүмкін емес. Себебі ауысып кететін жағдайда олар ақау пайда болып, ол жұмыс істемейтін жағдайға келуі мүмкін. Содан кейін әрқашан байқалады. Олар жинау кезінде поршындардың алды қысымы алды көрсетілген жер бар. Яғни стрелкамен, яғни жамбасына стрелкамен, яғни жазу болады. Алды, арты деген жазулар ақы көрсетіледі. Тур сондай поршындардың да, шатындардың да алды, арты болады. Шпектер, олардың қапқақтары да жабылатын кезде арнайы кертік қылып, яғни құлақ жақып жасалған, көріп астана жоқ па? Шатун мойындарда құлақ жақып жасалған жерлер бар. Ол құлақшалар біріне-бірі сәйкес келіп орналасу керек. Себебі, егер ол болмайтын жағдайда, құлақша болмайтын жағдайда, біздің ішпектеріміз шатунмен бірге қоса айланып отыру керек. Сондықтан оны айналдырмау үшін айналып құлақшалар істелген. Көріп астана бәріңізде? Енді білге келетін болсақ, енді білік арнайы зауытта қозғалтқыштың неше цилиндрлі болатын болса, 4 болса, 4, 8 болса, 8, 12 болса, 12 цилиндр болатын болса, соған арнайылар жасалған болады. Пішіндердің бәрі соған сәйкес келеді. Сол оның үш жағы қуыс болады сақын, міне аз көріп жатқан сіздер ана тесіктерді көріп жатсыздар ғой? Көріп жатсыздар ма? Сол тесіктер арқылы тірек мойнында әсіресе тірек мойнында тесіктерді арнайы жасалған тесіктер. Майлау жүйесінің, біз майлау жүйесін өткенде, қысқаша айтып өткенімізде екі бөліктен тұрады дегенбіз. Майлау жүйесі екі бөлінеді дегенбіз. Қандай? Үшке дегенбіз. Біріншісі қысыммен майлау, екіншісі шашыратып майлау, үшіншісі құрама дегенбіз. Сол құрама майлау жүйесі бойынша жұмыс істейді. Әр қысыммен бергенде арнайы каналдан келген сұйық, жағармайымыз сұйықлар каналмен келеді, тірек мойындар арқылы өтіп, одан қуыс бойына өтіп, шатун бойына. Және тірек мойындар арнайы тесінен өтіп, шатун бойына. Сол арқылы шатун, және тірек мойындар байланып отырады. Каналмен келген, қысыммен келген май, шатун, тірек мойындан шатун бойына арқылы өтеді. Енді кейбір қозғалтқыштарда шатун бойына арнайы ененің тесіктер қалдырылады. Кейбір көліктің құралы. Түсінікті ме? Ол әрқашан қысыммен келген май шашырату арқылы, қысыммен беру арқылы поршын саусағының майлау жұмысын атқарады. Поршын саусағының майлау жұмысын атқарады. Сақиналар туралы шатундар болаттан жасалады және поршын саусағы да арнайы болаттан жасалады. Кейбір поршындарда, кейбір қозғалтқыштарда поршын саусақтар орнынан шығып кетпеу үшін арнайы сақиналармен оны бекітіп қойылатын жерлері бар. Енді біліктің артқы флянсқа, жамасам флянсқа оған маховик бекітіледі. Маховик бір жағдайда ғана оған бекітіледі. Басқа жағдайда бекітілмейді. Бір орнатылған бойынша көрсетіледі. Ол сол жағдайда бекітілген бойынша маховикпен енді білік теңестірілген болып келеді.
Теңестірмеген болатын жағдайда, маховик ауысқан жағдайда ол діріл пайда болуы мүмкін, соққы пайда болуы мүмкін, қозғалыстың жұмысы дірілмен жұмыс істейтін болып қалады. Сондықтан маховикпен енді бір теңестіріліп жасалады. Ал маховиктің шетіндегі тәждер, көріп отырсыздар ма тәждер? Ол тәждердің барлығы не істелген кім айта алады? Немен айландырып отыр? Тәждер немен айландырып мүмкін емес. Нені тіскейлер? Тұрып айтыңыз. Тұрып айтыңыз. Стартер, электр құрылғысы. Стартердің тәждері келіп, маховикке тістесу арқылы еңбекті айналмалы отырыз. Қозғалысқа келдіреді. Ал енді сол біздің маховиктің артындағы тегістері бұл неді? Кім айта алады? Keçi көрсеттіңдер бұл маған. Эленис. Эленистің фрикционды дисктері. Одан кейін басқыш диск орнатылды дегенбіз. Сол арқалы, үйгез арқалы айналу моментін қайға береді? Трансмиссияға береді. Поршындар, енді поршындардың қозғалыс жасайтын орны цилиндрлерге келетін болсақ, цилиндрлер көбінесе қозғалғыштарда арнайы қазір мен көрсетем. Қазір сіздер көріп тұрсыздар цилиндрлер. Көріп жатыр ма бәріңіздер? Цилиндрлер. Кейбір қозғалғыштарда цилиндрлер алмалы, салмалы болып жасалады. Кейбір қозғалғыштарда құймалы болып жасалады. Бұл қозғалғыштар құймалы болып жасалған. Цилиндр блогына орналасқан цилиндрлер. Олардың беті, яғни поршын жүретін жүйесі өте жоғары дәлдікпен өңделген болады. Түсінікті ма? Өте жоғары дәлдікпен өңделген болып келеді. Алмалы салмалы цилиндрлердің ішінде олар ауысу арқылы ауысырылады. Ал жону келіп қажет болғанда цилиндрлер кезіліп арқылы кезіліп жону арқылы кейінгі жөндеу, яғни ремонтный деп айтылады, жөндеу жұмыстары несіне кейін мөлшерлерге жону арқылы қалпына келтіріледі. Ендібіктердің бас жағында арнайы шкив орнатылған болады. Ол шкив газ тарату механизмінің шкифімен қоса айналмалы қозғалыс кетеді. Олар да арнайы дәлдіктермен орнатылады. Ендібіктердің тозуына келетін болса, ақау болған кезде, тозған кезде, олар қайтадан қалпына келтіру үшін арнайы станоктарда жону арқылы, яғни олардың мойындарын кішірейту арқылы соны кейінгі жөндеу орнына келтіреді, қалпына келтіреді. Яғни сонымен жұмысын жалғастыруға болады, келесіне дейін. Цилиндрлер блогының цилиндрлеріміз арнайы шойын несінен жасалады, шойыннан жасалады. Ендібектеріміз болаттан, маховиктер болаттан жасалады, шатунымыз да бәрі болаттан жасалады. Енді шатунымызда арнайы қабырғалар жасалуының себебі, арнайы қабырғаларымыз. Ол себебі өте үлкен соққы арқылы жұмыс істегендіктен, яғни газ қысымының ұлғаю кезіндегі берген поршынға берген соққыны ендібекке беретін кезде, ендібектің алынған күшті поршынға беретін кезде күрделі қозғалыстар жасайтын болғандықтан оған қосымша қабырғалар арқылы не берілген. Түсінікті ғой? Сонымен бүгінгі өтілген тақырып бойынша енді шатунды механизмнің құрылымы сіздерге түсінікті болды ма бәріңізге? Жұмысы түсінікті болды ма? Қандай қозғалыс жасайтындығы, неден жасалғандығы бәрі түсінікті болатын болса, сонымен біз сабағымызды аяқтаймыз. Сол сәлеметте болыңыздар.